Жылдам хабарнама, Алланың кереметі, шұғыл дерек. Арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Теміртауда алып бала дүниеге келді. 22 ақпанда Теміртау қаласындағы көпбейінді ана мен бала орталығының салмағы 5 кг. 55 грамм сәби дүниеге келді. Ана мен сәби денсаулығы дәрігерлер бақылауында деп хабарлайды бақ.кз. Теміртау nusi.kz сілтеме жасап. 22 ақпанда жедел жәрдем қызметкерлері перзентханаға жүкті келіншекті алып келді. Дәл осы күні толғағы басталып, салмағы 5 кг 55 грамм бала, бойы 77 сантиметр ер бала дүниеге келді. Бұл келіншектің 4-ші баласы екен. Бұған дейін 3 баласы 4 келі салмақпен дүниеге келген дейді облыс денсаулықты сақтау басқармасы өкілдері. Сәбидің дүниеге келуі дәрігерлер үшін де, анасы үшін де үлкен қуаныш болған анық. Перзентхана қызметкерлері қазір өзіне бойы мен салмағы қарап баланы батыр атандырған. Олардың денсаулығы жіті бақылауда. Сонымен қоса, дәрігерлердің хабарлауынша олардың денсаулықтарында еш кінәрат жоқ. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле аласыздар.